Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге жансая видеоның соңына дейін үзбей көрулеріңізді сұраймын. Таза ыдысымызға жылы суымызды құямыз, тұзымызды саламыз, құмшекерімізді саламыз, дрожжымызды саламыз және 2 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Жақсылап араластырамыз ерігенше. Үстінен ұнымызды саламыз. Қатты тығыз қамыр илейміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналудан дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз. Дәл осындай тығыздықта қатты болады, одан қорықпаңыздар. Құрамында дрожж болғандықтан, яғни ашытқы болғандықтан босайды. 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін қамырымыз міне босаған, жұмсарған. Бағалде қатты еді. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Екеуін де домалақтап, зуалалап қоямыз. Зуалалап болған соң, жаңағы зәйтүн майынан тағы да үстінен құямыз. Жақсылап жан-жағына жағамыз зәйтүн майын. Біркелкі толыққанды жағылу керек. Бізде дәл осында 2 пицца шығады. Егер одан көп қаласаңыздар, 2 еселеп жасасаңыз болады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймын. Бетіне осылай пакет жауып қоямыз. Дәл ортасына да қойып қоясыздар, қамыр бір-біріне жабысып қалмас үшін 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минут тұрды, қамырымыз міне күшті көтерілді. Қамырымыз өте жұмсақ болған. Көріп тұрғандарыңыздай қолмен де созылады, жұп-жұмсақ. Қамырымызды енді жаямыз. Менің каналымда бұдан да басқа пиццалардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Бұл пицца дәл кафедегідей болады, яғни жұқа болады. Ал егер де сіздер тестасын қалың, бала-шағаңызға тойымды болғанын қаласаңыздар, мен ссылкасын описанияға қалдырып кетем. Сол рецепт бойынша жасайтын болсаңыздар, пиццаларыңыз қалың, тойымды болады. Дәл осындай жұқалықта болады пиццаның қалыңдығы. Бетіне майонез және кетчуп жағамыз. Майонез бен кетчупты молдау жақсаңыз, пиццаларыңыз құрғақ болмайды, сулы, сочный болып пісіп шығады. Бетіне моцарелла сырын пайдаландым. Дәл осындай бетіне бірінші сеуіп шығамын. Сосын барып, колбаса, яғни шұжықты қойып шығамын. Шұжықты мен дәл осылай жұқа етіп, майдалап турап шықтым. Барлық шетіне қойып шығамыз. Міне дәл осы моцарелла сырын, эмирдің моцарелла сырын пайдаландым. Тағы да шұжықтың бетіне сыр сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пеште барлық қатты градусқа қоясыздар, 250-300 градусқа, барынша қатты градусқа қоясыздар. Қызып тұрған пеште 5 минутта пиццаларыңыз пісіп шығады. Өте жұмсақ, дәмді, жұқа болады бұның тестасы. Егер жаңағы айтқанда қалың, тестасын қалың болғанын қаласаңыздар, описанияға ссылкасын қалдырып кетем пиццаның. Сол ссылка бойынша өтіп кіріп көрсеңіздер болады, істеп көріңіздер, ас болсын.